Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 100 жаса арнасы. Бүгін сіздер асқабаққа қатысты ақпараттар тыңдап, бірнеше сұрақтарға жауап ала аласыздар. Асқабақ адам ағзасына пайдалы көптеген дәрумендерге бай. Біздің эрамызға дейінгі 5000 жыл бұрын Мексикада пайда болып, бүгінгі күнге дейін адамзат асқабақты тағам ретінде қолданып келеді. Орталық Американың ең ежелгі жемістерінің бірі болып табылатын асқабақты жергілікті үндіс тайпалары тұрмыста түрлі қажеттіліктеріне пайдаланатын болған. Ғалымдардың пайымдауынша асқабақ жүгеріден бірінші Перуде пайда болған. Енді асқабақтың пайдалы тұстарына тоқталайық. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алатын және қауіптілігін төмендететін асқабақ, сонымен қатар жүректің жұмысын жақсартуға негізделген көптеген микроэлементтерге бай. Соның бірі калий. Италия ғалымдарының дәлелдегеніндей, калий артериялық гипертензияны тежейді. Егер ауру асқынған жағдайда, инфаркт немесе инсульт жағдайына дейін жету қаупі басым. Ал Германия ғалымдары асқабақ қандағы холестеринді жойып, артеросклероздың пайда болу қауіптілігінің төмендейтінін айтады. Антиоксиданттық әсері. Асқабақ антиоксидантқа бай. Сыртқы ортадан адам ағзасына енетін түрлі вирустардың әсерінен ағзадағы клеткалардың жойылу қауіптілігі артады. Соның әсерінен иммунитет төмендеп, адам түрлі вирустық ауруларға бейім болады. Белгілі мөлшерде асқабақты жиі тұтыну арқылы ағзаны түрлі вирустық аурулардан қорғауға болады. Сонымен қатар асқабақ көздің көру қабілетін жақсарту, жүйке жүйесін емдеу, рак ауруын профилактикалық емдеу қасиеттеріне ие. Швейцариялық ғалымдар рак клеткаларының әрдайым белсенді түрде көбейіп отыратындығын айта келе, асқабақ құрамындағы каротиноид рак клеткаларының өсу қарқынын төмендетумен қатар, оның көбеюінің алдын алатынын айтқан. Қытай ғалымдары асқабақ асқазан рагымен ауыратындарға пайдасы зор екенін, ұйқы және сүт бездері рак ауруларының алдын алатынын дәлелдеген. Асқабақ құрамында А витамині көптеп кездеседі. Ол ағзадағы майларды ыдыратушы болып табылады. Ағылшындық мамандар А витамині иммунитетті көтеріп, инфекцияға қарсы күреседі десе, кореялық ғалымдар асқабақ құрамындағы А және С витаминдері ағзадағы клеткаларды сыртқы ортадан енетін қауіптерден қорғап қана қоймай, жаңа клеткалардың пайда болуына септігін тигізетінін дәлелдеген. Асқабақ құрамы басқа да көптеген элементтерге бай. Атап айтар болсақ, Е витамині, темір және фолий қышқылы. Уақыт өте көздің көру қабілеті төмендейді. Ағзадағы А витаминінің мөлшерінің азаюы көздің көру қабілетінің төмендеуін жылдамдатуға себеп болады. Қытай ғалымдарының пайымдауынша, асқабақты жиі тұтыну көздегі катаракта ауруының пайда болу қаупінің алдын алады. Бұл ауру түрі көбінесе егде тартқан жастағы қарт кісілер және көз хрусталигінің тұмандануынан пайда болады. Ақыр соңында көздің түбегейлі соқыр болып қалуына әкеп соқтырады. Асқабақ құрамындағы лютеин және зеаксантин катаракта ауруының қауіптілігін төмендететін мүмкіндікке ие. Асқабақ калориясы төмен диеталық азық болғандықтан, салмақ буға да пайдасы зор. Құрамындағы клетчатка және судың есебінен асқазанда жеңіл қорытылады. Сонымен қатар асқабақ мидың жұмысын жақсартып, ұйқыны тыныштандырады. Көңіл күйді көтеріп, күйзеліс жағдайында психиканың бұзылуын реттейді. Асқабақ шаштың, тырнақтың және терінің сапасын күшейтіп, жылтыр әрі тегіс болып қалыптасуын қамтамасыз етеді. Асқабақ құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы клеткалардың ұзақ бұзылмай сақталуына әсер етіп, А және Е витаминдері терінің қартаюын тежейді. Сондай-ақ, аяғы ауыр әйелдердегі темір жетіспеушілігі мен анемияны болдырмайды. Басқа да витаминдердің орнын толтыра отырып, токсикозды болдырмайды. Еркектердегі урологиялық аурулардың алдын алып, ғалымдардың айтуынша, асқабақтың майы
ерлердегі қуық асты безі мен простатитті профилактикалық емдеу кезінде пайдасы зор. Аурудың асқынуын бәсеңдетіп, оның емделуіне тиімді әсер етеді. Сонымен қатар, зәр шығару органдарының қызметін жақсартады. Асқабақтың орасан зор пайдасымен қатар, зиянды жақтарын да ескерген жөн. Асқазанның түрлі асқынған аурулар болатын болса, асқабақты шикі күйінде қолданбаған жөн. Сонымен қатар, егде жастағы қариялар мен жас балаларға қорытылуының қиындығына орай, шикі асқабақты қолдануға болмайды. Асқабақтың құрамында қанттың болуына байланысты, қант диабеті ауруы барлар аурудың дәрежесіне сай қолданған жөн. Асқабақты мөлшерден тыс тұтыну іштің өтуіне және асқазандағы қыжылдың пайда болуына әсер етеді. Асқабақ құрамындағы каротиннің болуына байланысты терінің сары түске енуіне себеп болады. Асқабаққа аллергиясы барлар қолданбаған жөн. Асқабақты шикі күйінде қолдануға бола ма деген сұраққа келетін болсақ, әрине болады. Тек жоғарыда келтірілген қарсы көрсетілімдерді ескерген жөн. Шикі асқабақ өте пайдалы болғандықтан, оны түрлі салаттарға араластырып, немесе сок күйінде қолдануға болады. Әркім өз талғамына сай асқабақты пісіріп, қуырып, қайнатып жеуіне болады. Асқабақ құрамы минералдарға, витаминдерге және антиоксиданттарға бай. Қолданар алдында қарсы көрсетілімдерге мән беріңіз. Осымен роликті аяқтаймын. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді және лайк басуды ұмытпаңыз. Арнамызда басқа да пайдалы кеңестер мен ақпараттарды көре аласыз. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.